Қайырлы күн оқушылар, бүгін бізде математика сабағы 2 сынып 16 сабақ. Тақырыбы 100 көлеміндегі сандарды разрядтан аттап ауызша қосу және азайту. Бірінші есеп: қосу мен азайтудың қалай орындалғанын түсіндір, қорытынды жаса. Бізде үлгі берілген, яғни А нұсқасында 56 қосу 4. Мұнда 56 санын ондық және бірлікке, екі бөлікке жазған 50 және 6 деп. Яғни жақшаның ішіне бірліктерді қосып аламыз, 10 шығады, 50-ге 10 қосқанда 60 шығады. Енді азайту амалында 60 азайту 4, оны 10 және 50 деп жазып аламыз. Жақшаның ішінде 10 азайту 4 деп шығарып аламыз. Бізде 6 шығады, оған 50-ге 6-ны қосамыз, 56 шығады. Енді Ә нұсқасын осы А нұсқасына қарап шығарамыз. 53 қосу 7. 53-ті ондық және бірлікке, екі бөлікке бөлеміз, 50 және 3 деп. Жақшаның ішінде 3 қосу 7 деп қосып аламыз. Бірліктерді 10 шығады, 50-ге 10 қосқанда 60 шығады. 62 санында солай 60 және 2 деп екі бөлікке бөлеміз. Жақшаның ішінде бірліктерін қосып аламыз. Бізде 2 қосу 8, 10 болады. 60-қа 10 қосқанда 70 шығады. 70 азайту 7, яғни 60 және 10 деп екі бөлікке бөлеміз. Жақшаның ішінде 10-нан 7-ні азайтып аламыз. 3 шығады. 60-қа 3-ті қосқанда 63. 80 азайту 6-да 80-ді 70 және 10 деп екі бөлікке бөлеміз. 10-нан 6-ны азайтқанда 4, 70-ке 4 қосқанда 74 шығады. Екінші есеп: А нұсқасы. Қосу мен азайтудың қалай орындалғанын түсіндір, қорытынды жаса. Бұл жерде бізде 2 таңбалы сандар берілген, яғни 2 таңбалы санды 2 таңбалы санға қосу және азайту. Ол үшін екеуінде ондықтар мен бірліктерін бөлек жазып аламыз. Жақшаның ішінде ондықтарын бөлек, бірліктерін бөлек қосып аламыз. Ә нұсқасын А нұсқасындағы үлгіге қарап шығарамыз. Ондықтар мен бірліктерін екі бөлікке бөліп жазып аламыз. Одан кейін бірінші жақшаға ондықтарын қосамыз, екінші жақшаға бірліктерін қосамыз. Одан кейін жақшаның ішінде шыққан мәндерін қосамыз. Азайту амалында солай шығарамыз. Яғни ондықтар мен бірліктерін екі бөлікке бөліп жазып аламыз да жақшаның ішінде азайтамыз. Ондықтардан ондықтарды азайтамыз, бірліктен бірлікті азайтамыз және шыққан мәндерін қосамыз. Үшінші есеп: өрнектердің мәнін тап. 17 қосу А, мұндағы А 23, 17 қосу 23, яғни ондықтар мен бірліктерін екі бөлікке бөліп жазып аламыз да, ондықтарын бөлек жақшаның ішінде қосып аламыз және бірліктерін екінші жақшаның ішінде қосып аламыз. Шыққан мәндерін қосамыз. Келесі Б азайту 5 өрнегі берілген. Мұндағы Б бізде 90. 90-нан 5-ті азайтамыз. 90-ның ондығы мен бірлігін екі бөлікке бөліп жазып аламыз. Ондығын 80-ді жақшаның сыртына жазып аламыз да, жақшаның ішінде бірліктерді азайтамыз. 10-нан 5-ті азайтқан кезде бізде 5 шығады. 5-ті 80-ге қосқанда 85 шығады. Төртінші есеп: кестелер бойынша теңдеулер құр, оларды шеш. Бізде үлгі берілген. Бірінші қосылғыш 62, екінші қосылғыш бізде А. Қосындының мәні 90. Енді үлгіде берілген теңдеуді шығарайық. 62 қосу А тең 90. Екінші қосылғышты табу үшін қосындының мәнінен бірінші қосылғышты азайтамыз. Бізде 28 шығады. Тексереміз. Бізде 62 қосу 28 тең 90, 90 тең 90 болады. Енді ары қарай теңдеу құрамыз. Бізде бірінші қосылғыш X, екінші қосылғыш 48, қосындының мәні 70. Бірінші қосылғышты табу үшін мұнда да қосындының мәнінен азайтамыз екінші қосылғышты. Бізде 22 шығады. Ары қарай тексереміз. 22 қосу 48 тең 70, 70 тең 70. Енді бізде азайғыш С белгісіз, азайтқыш 13, айырманың мәні 47. Азайғышты табу үшін айырманың мәніне қосамыз азайтқышты. Сонда бізде 60 шығады. Тексереміз. 60-тан 13-ті азайтқанда 47 шығады. 47 тең 47. Бізде азайғыш белгілі 57, азайтқыш белгісіз X, айырманың мәні 20. Азайтқышты табу үшін бұл жерде азайғыштан азайтамыз айырманың мәнін. Бізде 37 шығады. Тексереміз. 57 азайту 37 тең 20. 20 тең 20.
Бесінші есеп, есепті шығар. Біз отбасымызбен театрға бардық. Театрда 11 әнші және 19 биші өнер көрсетті. Театрда барлығы неше адам өнер көрсетті. Қысқаша шартын құрып аламыз. Бізде әнші 11, биші 19, барлығы белгісіз. Шешуі барлығын табу үшін қосамыз. 11 қосу 19, яғни ондықтарын бөлек, бірліктерін бөлек шектеп алып, жеке жақшаның ішінде қосып аламыз. Бізде 10-ға 10 қосқанда 20 шығады, бірліктерін қосқанда 10 шығады. Яғни 20-ға 10 қосқанда 30 шығады. Жауабы барлығы театрда 30 адам өнер көрсетті. 6-шы есеп, қателерін тап және түзетіп жаз. Енді шығарып аламыз. 80 азайту 7 ондық мен бірлікке шектеп аламыз да, жақшаның ішінде ондықтарын бөлек, бірліктерін бөлек шығарып жауабын табамыз. Енді 80-нен 70 азайтқанда 70 ондығымыз жақшаның сыртында қалады. Жақшаның ішінде 10 азайту 7 тең 70 қосу 3 тең 73. Яғни бірінші есеп дұрыс шығарылған. Екінші есеп 65 азайту 5 тең ондығы 60 жақшаның сыртында қалады. Жақшаның ішінде 5 азайту 5, бізде 0 болады. 60-ға 0 қосқанда 60. Екінші есебіміз қате. Үшінші есеп 90 азайту 42. Жақшаның ішінде ондықтарын азайтамыз. 80 азайту 40. Екінші жақшада бірліктерін азайтамыз. 10 азайту 2. Бізде 8 шығады. Енді екеуінің мәндерін қосамыз. 48. Үшінші есепте бізде қате екен. Төртінші есеп 49 қосу 31. Ондықтарды қосамыз. Жақшаның ішінде 40 қосу 30. 70 шығады. Екінші жақшада бірлікті қосамыз. 9 қосу 1, бізде 10 шығады. 70-ке 10 қосқанда 80. Яғни төртінші есебімізде бізде қате екен. Бесінші есеп 38 қосу 52, ондықтарын қосамыз. 30 қосу 50, 80 шығады. Бірліктерін қосамыз. 8 қосу 2, 10 шығады. 80-ге 10 қосқанда 90, яғни бесінші есебіміз дұрыс. Алтыншы есеп 73 қосу 6 тең ондығын жақшаның сыртында қалдырамыз. 70 бірліктерін жақшаның ішінде қосамыз. 3 қосу 6, бізде 9 шығады. 70-ке 9 қосқанда 79. Алтыншы есебімізде қате екен балалар. Жетінші есеп ойлан тап. Мен, әкем және